Достар, осындай күчіпті салып, үстіне осындай чеснокты өткереміз. Сосын үстіне осындай майонез құйып, бұны араластырып шығамыз. Бұл не затқа керек деген сұрақ, бұл лаваштың үстіне жағамыз. Араластырып жағып шығамыз. Осыны жақсылап араластырып, лавашқа жағамыз. Достар, біз бүгінгі донерге осындай огурцы, помидор, фри и капуста, морской капуста и тауықты етін осылай қуырып аламыз. Одан кейін осындай лавашқа жағатын соусымызды дайындап, осындай кетчуп, майонездің осындай екеуін дайындап аламыз. Достар, лавашымыз осы екіге айырып аламыз да, сосын бағана мындай майонезімізді екіге осылай жағып аламыз. Мына өте күшті дәм береді. Одан кейін бізде осындай огурцымызды салып аламыз. Бұл майдалар жұқарыға туралған түрі болу керек. Сосын помидорымызды саламыз. Осындай жайып саламыз бәрін. Сосын мен майонезді ортасына жіберем. Майонезді осында ұзынына құям да, жаңа капустамды салып жіберем арасына. Негізі капуста салынбайды, бірақ мен салам сол. Өзіміз капустадан айырмайым, білмеймін неге екенімді. Сосын піскен тауығымыздың етін саламыз үстіне осылай. Сосын кетчупымызды құямыз. Өте дәмді болады, қыздар. Жеп көріңдер. Сосын огурцымызды қайттан үстіне салып жібереміз де осылай. Осылай бұрамыз міне. Сосын наны бүйтіп қайырамыз да. Вот, көріңдер ма? Мен кішкентай донер бұл. Қазір бұны табаға саламыз. Достар, осы табамыз қызғаннан кейін осыны осылай салып аламыз, осылай. Достар, осы донерімізді екінші жағына аударамыз осылай. Шырлақ болып тұратың, да? Достар, донеріміз дайын болды. Қараңыз, екінші жағы қалай пісіп тұрған. Екі жағын осындай табаға бірдей пісіріп, үй жағдайында осылай дайындауларыңызға болады.